Сәлем достар, сіздермен бірге Арай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сникерс рулеттің рецептісін ұсынамын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ыдысқа 6 жұмыртқа, шым-шым тұз, қант қосып, 6-7 минут жақсылап миксерлейміз. Үстіне сұйық май, електен өткізілген ұн, какао қосып, тағы миксерлейміз. Пергамент қағазына құйып, 180 градуста 15 минут пісіреміз. Пештен шыққан рулеттің пергаментін бірден алып, видеода көрсетілгендей сүлгімен ораймыз. Егер бірден алмасаңыздар, рулет суыған соң сынып қалады. Карамель жасаймыз. Сотейникті баяу отқа қойып, қант саламыз. Қант еріп, қоңыр түсті бола бастаған кезде қасықпен араластырамыз. Қант түгелдей еріген соң жұмсақ сары май саламыз. Араластырамыз. Үстіне ыстық кілегей құйып, видеодағыдай қоңыр свет шыққанша дейін араластырамыз. Оттан алып, карамельді суытамыз. Крем жасаймыз. Ыдысқа сүзбелі ірімшік, қант ұнтағын, 33% кілегейді құйып, жақсылап миксерлейміз. Арахисті блендерде ұнтақтаймыз. Қатты ұнтақтаудың қажеті жоқ. Карамельге салып, араластырамыз. Рулетіміздің бетіне ең алдымен карамель, үстіне крем жағамыз. Сіздер көріп отырғандай, менің карамелім көп болып, сыртқа ақты. Менің қателігім рулетті екіге бөліп пісіру керек еді, себебі формам кішкентай болды. Немесе карамельді аз жасауым керек еді. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Сіздерге кеңесім, рулетті екіге бөліп пісіріңіздер, немесе карамельді аз істеңіздер. Оған қарамастан, шын айтайын, сникерс рулет өте дәмді болып шықты. Енді глазур дайындаймыз. Шоколадты водяной баняда немесе микроволновкада ерітеміз. Микроволновкада ерітсеңіздер, әр 30 секунд сайын араластырып тұру қажет. Үстіне сұйық май құйып, араластырамыз. Арахисті блендерде орташа ұсақтап алып, шоколадтың ішіне саламыз. Рулеттің үстіне әдемілеп шоколадный глазурды жағамыз. Тоңазытқышта 15-20 минут ұстаймыз. Сникерс рулет өте дәмді, керемет шықты. Тіпті үйдегілер бір күнде жеп тастады. Достар, менің жаңа рецептерімді бірінші болып көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.